Қайырлы күн, құрметті достар, құрметті жас достар, құрметті жерлестер. Аты жөнім Қартжан Нарқозы Есенгелдіұлы. Осы Ақтөбе қаласының тумасымын. Қазіргі таңда Құдайберген Жұманов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің басқарма мүшесі, әлеуметтік және тәрбие жұмысы жөніндегі проректормын. Онымен қоса осы қоғамдық өмірде Ақтөбе қаласының мәслихат депутатымын. 2023 жылы 8-ші шақырылымда сайланған. Жалпы енді осыған дейін қоғамдық өмірде, жалпы осыған дейінгі осындай бағытта жұмыста қалай бастады десеңіздер, студент кезімнен бастап волонтер болдым. Белсенді түрде 8-9 жылға жуық осы волонтерлық бағытта жалпы үлкен республикалық шараларда, Экспо 2017 деген сияқты универсиадаларда, облыстағы бірнеше Астана қаласындағы үлкен халықаралық деңгейдегі жарыстарда осы қызмет еттік, және сонымен қатар координатор ретінде, менеджер ретінде, топ басшысы ретінде, волонтердің өзі ретінде де тәжірибе жинадық. Сонымен қатар осы облыстағы, жалпы республикадағы біраз халықаралық деңгейдегі волонтерлық үлкен конференциялардың қатысушысы ретінде, тренер ретінде, спикер ретінде өзіміздің тәжірибемізбен бөлісіп, негізгі мақсатымыз осы артымыздағы іні қарындастарымызға волонтерлық бағытты түсіндіру. Енді ол кезде волонтерлық ондай қатты дамымаған кез болды. Сондықтан осы турада жастарға түсіндіру, оның қандай маңыздылығы бар жалпы әлеумет үшін, оның қандай пайдасы бар екенін, жалпы оның дамығанының жалпы қоғамға қандай әсер ететінін түсіндіру өте маңызды болды. Сондықтан осы турада өте көп жұмыс жасадық. Мектеп оқушыларымен, колледж студенттерімен, университеттің студенттерімен, біраз осы облыстық деңгейдегі волонтерлар лигасы атты қоғамдық ұйымда ашып филиалын жұмыста атқарғанбыз. Оның барлығы жалпы осы волонтерлық бағыттың дамуы үшін, және де ойлаймын осы риясыз қызметтің аясында әсері үлкен болды. Соның тарапынан енді логикалық жалғасы ретінде бұл осы қоғамға қызметті одан әрі үлкен мінберлерде тікелей белгілі бір қағаз жүзінде, мүмкін бір құрылым жүзінде әсер ету үшін осы депутаттық соның логикалық жалғасы деп. Сондықтан да әлі де өзімді волонтер санаймын, осы бағытта жұмысты жалғастырып жатырмыз. Енді негізгі өзіміздің жұмысымызда қазіргі таңда осы Жұманов университетінің студент кезінен өте үлкен белсенді студенті болып, осы Жұманов университетінен барлық өзіміздің замандастарымыз үшін студент кезіміздегі артымыздан еріп келе жатқан жас жұбановшылар үшін үлкен жағдайларды ойға келген үлкен бір мақсаттарды жүзеге асыру үшін, университеттің дамуы үшін, университеттің дамуы арқылы осы қаланың, елдің дамуы үшін өзіміздің үлесімізді қосып жатырмын деп есептеймін. Жалпы енді жастарға айтарым, қазіргі таңда ол білектің күшімен емес, білімнің күшімен, ойдың ұшқырлығымен, әлемдік деңгейде ғылыммен, біліммен айналысумен жарысатын заман. Сондықтан да артынан еріп келе жатқан жас ұрпаққа болашақ осы біздің орнымызда болатын болашақ осы кез келген мамандықтың иесі ретінде білімге құштарлық, еңбекқорлық, айналаға қамқорлықпен қарау, сонымен қатар ортамызды таза ұстаумен ғана емес, ол ойымыздың, санамыздың, ниетіміздің, мақсатымыздың, жұмысымыздың таза болуы. Сондықтан осы негізгі қазіргі таңдағы айтып жатқан дағдылар, әрине ең негізгісі бұл коммуникация. Яғни сіз қазақта сөз бар, кез келген ортаға біліммен емес, мінезбен сиясың деген. Сондықтан өзіңіздің жаңағы айтқан, жоғарыда айтқан бүкіл дағдыларыңызды қалыптастырып, адалдық бағытында, әділдік бағытында өзіңіздің ұстанымыңызды берік ұстансаңыз, мен ойлаймын, міндетті түрде осындай азаматтар жетістікке жетеді деп. Сондықтан да біліммен айналысыңыздар, ғылыммен айналысыңыздар, өздеріңізді міндетті түрде дамытыңыздар. Себебі қазір мынандай қанатты сөз бар, инвестицияның ең күштісі, ең мықтысы ол өзіңе құю. Яғни өзіңіздің дамуыңызға, өзіңіздің біліміңізді жетілдіруіңізге, өзіңіздің жаңа айтқан дағдыларыңызды дамытуға. Ешқашан еңбек етуден, білім алудан шаршамаңыздар, тоқтатпаңыздар. Тек қана сәттілік тілеймін. Себебі болашақ қоғам, болашақ осы Қазақстанды құратын ол біздің жастар, артымыздан еріп келе жатқан. Біз сіздерге сенеміз.